Амандық пен тыныштық болсын, қымбатты досым. Құдайдың ерекше сүйікті ұл қыздары. Бүгін мен Жоханның 13-ші тарау 34-ші аятпен бөліскім келеді. Жохан 13-34. Сендерге бір жаңа өсиет айтамын. Бір-бірін жақсы көріңдер. Мен өздеріңді сүйгендей, сендер де бір-біріңді сүйіңдер дейді. Аумин. Бізге Құдай әке өсиет тастап жатыр. Кімге? Құдайдың ұл қыздарына. Бір-біріңді жақсы көріңдер дейді. Бір-біріңізге жанашырлық танытыңдар. Бір-біріңізді сүйіспеншілікпен құрметтеңдер. Білесіздер ме? Қазақта бір керемет мақал бар. Болар ердің балдары бірін-бірін батыр дейді. Аумин. Біз сенушілер, Құдайдың ұл қыздары бір-бірімізді жігерлендіріп, өзімізден жоғары қоюымыз керек. Оның мәртебесін астыруымыз керек. Сол кезде Құдайдың шынайы шәкірттері боламыз. Білесіздер, бізді адамдар қайдан таниды? Немен біз осы әлемге нұр бола аламыз? Қалай біз осы әлемге масықтың сүйікті ұл қыздары деген атаққа ие бола аламыз? Бір-бірімізді жақсы көргенде, бір-бірімізді сүйіспеншілікпен сүйе білгенде, бір-бірімізді жақсы сөзбен бөліскенде. Білесіздер ме, жақында мен бір қызық оқиғаға тап болдым. Бір сенуші бауырым маған келіп, екінші бір сенуші бауырымды әбден жамандады. Мен бетіне қарап тұрдым да сосын айттым, білесің бе, дәл осы істі, дәл осы айтылған затты сен сол бауырымның көзінше айта аласың ба деп. Сол кезде ол маған бүйдеді, Жетісаға, мен тек қана сізбен бөлісіп жатырмын. Оған айтсам ол ренжиді. Оған ештеңе айтпаңыз, бірақ та өзіңіз біліп жүріңізші, одан сақ болып жүріңізші, одан аулақ жүріңізші, онымен араласпаңызшы, өйткені ол адам сенің абыройыңды көтермейді деді. Я, адами көзқараспен қарасаң, ол маған дұрыс айтып атқан сияқты, ол маған жаны ашып жатыр. Бірақ та бір ғана зат бар, қымбатты досым, Құдайдың көзқарасымен қарасаң, ол қателік істеп жатыр. Өйткені киелі кітап айтады, айыптаушылар, жаман өсек айтушылар кімнің қатарынан? Шайтанның қатарынан дейді. Ешқашан да біреуді айыптама. Даже ол қателік жасаса да, оның қателігін жариялама. Сол жерде таста. Білесіз бе? Біреудің кінәсін ашу да ол кінә үлкен. Біреудің қателігін біреуге айту да ол үлкен кінә. Сосын мен айттым, білесің бе? Сен қазір өзінің бауырынды жалаңаштырып, шешіндіріп жатсың. Оның абыройын төгіп жатырсың. Оның ішіндегі киел рухын әшкерлеп жатырсың. Біз кімбіз? Біреудің қателігін айтатын. Біз кімбіз? Біреуді түзеткіміз келетінін. Қазіргі уақытта көптеген сенушілер айтады. Мен айтпасам кім айтады? Мен айтуым керек, мен басқаларды сақтап қорғап қалуым керек дейді. Сен кімсің? Сен кімсің біреуді қорғап қала алатындай? Сенің қолында қандай билік бар біреуді құтқара алатындай? Егер де Құдай оны сүйсе, Құдай оны ақтап алса, егер де ол Құдайдың сүйікті ұлы мен қызы болса, егер де ол Құдайдың алдында кешірім сұраса, біз кімбіз оны соттауға? Білесің бе? Сосын мен жаңағы бауырыма айттым. Мен қазір сен айтқан затыңды тура сол бауырыма телефон соғып айтам. Ол неге дейді? Мен айттым, өйткені бір ғана зат бар. Мен сенің ісімен ортақтасқым келмейді. Өйткені киелі кітап не дейді? Өсиет айтамын, бір-біріңді жақсы көріңдер дейді. Тіпті жауларыңды да жақсы көріңдер дейді. Тіпті құлап, кінә жасаған адамды да жақсы көріңдер дейді. Өйткені неге? Жақсы көру қасиеттілік ол Исадан келеді. Ол Құдайдан келетін қасиет. Сол қасиетке ие болайықшы, қымбатты бауырым. Қандай ма жаман адам болса да, оның бір жақсылығы бар, ұмытпашы. Оның бір жақсылығын ұмытпашы. Өйткені жақсылық атаулы, жақсылықты айтушылар, қуанышты затпен бөлісушілер, құлаған адамды көтерушілер, олар жөнінде жақсы ойлаушылар, олар Құдайдың халқы деп аталады. Ол сенсің. Я, ол сенсің. Мен қалаймын сен сондай болғаныңды.
жақсылыққа жар болшы. Біреудің қателігін айтпай, оның жақсы жағын айтшы. Ол үшін дұға етіп сыйыншы. Өйткені Құдай айқышағаста сол бауырым үшін құрбан болды. Сүрінбейтін тұяқ жоқ дейді қазақта. Сондықтан да біреуміз құласақ, мұнымыз соған дұға етіп көтерейікші. Сонда Құдайдың сүйікті ұл қыздары деген аманат өсиетін арқалайтын боламыз. Иса Масихтың атымен мен сенемін, сен сол адамсың. Мен жарылқағым келеді сенің өміріңді. Мен жариялағым келеді сенің өміріне. Сен сол адамсың. Жақсылыққа жаршы болатын, жариялайтын Иса Масихтың атымен. Аумин.